Ахмад Ферғани туралы оңайғақ. Әбіл Аббас Ахмад ибн Мұхаммед ибн Касир Ферғани 797 жылы Ферғана аңғарының Қува қаласында дүниеге келген. 832-833 жылдары Сирияның солтүстігіндегі Синжор жазығы мен Ар-Раққа аралығында жер меридианының 1 градусының ұзындығын өлшеуге қатысқан. Ғалым 861 жылы Каир қаласына таяу маңдағы Равза аралында нилометрді, яғни Нил өзенінің су деңгейін белгілейтін құралды жасаған. Дамаскідегі обсерваторияда аспан денелердің қозғалысы мен орнын анықтау, жаңа жұлдыздар кестесін, зижді жасау жұмыстарына жетекшілік еткен. Ферғани Европада Альфраганус деген атпен әйгілі болған. 12 ғасырда испан ғалымдары Кремондық Жерарда мен Севильялық Иоанн Ферғанидың әуе кеңістігіндегі қозғалыстар және жалпы ілімдік Нұжум кітабын араб тілінен латын тіліне аударған. Латын және басқа да батыс тілдерден аударылған бұл шығарма Батыс Европада 4 жыл бойы ғаламтану іліміндегі негізгі қолданба болып келді. Европадағы ояну кезеңінің әйгілі ғалымдарының бірі болған Регимонтан 15 ғасырда Австрия мен Италияның университеттерінде Ферғани шығармалары негізінде астрономиядан баяндамалар жасаған. 16 ғасырға қарай ай бетіндегі кратерлердің біріне Альфраганус атты берілген. Біздің заманымызға ғұламаның 8 шығармасы жетіп келген.